Аспан жеті арнасы 16 желтоқсан сенбі күніне арналған әлемдегі табиғат апаттары мен оқыс оқиғалар топтамасын ұсынады. Қытай астанасы Бейжіңде метрода болған апаттан 500-ден аса адам зардап шеккен. Оқыс оқиға 18 сағат 50 минутта болған. Метроның жер үсті бөлігінде оқыстан тоқтаған пойыздың артынан екінші пойыз тоқтай алмай соқтығысқан. Оқиғаға негізгі себеп темір жолға қатқан мұз болуы мүмкін. Апаттан соң 515 адам медициналық көмекке жүгінген, қазір 67 адам госпитальда жатыр. Қырғызстан астанасы Бішкек қаласының оңтүстік бөлігін су басты. Тұрғын үй бірнеше аула мен көлік тұрағы су астында қалды. Өзен арнасы суға толып, сумен бірге қала аумағына жайылған мұз сынықтары су сору және тазалау жұмыстарына кедергі келтіруде. Қала басшысы оқиғаны тікелей өз бақылауына алғанын хабарлады. Оңтүстік Кореяның солтүстігі мен орталық бөлігінің таулы аймақтарының тұрғындары қалың қар астында қалды. Канвендо аумағында 30 см қалың қар жауып, аумақ тұрғындарының қозғалысына қиындық тудырды. Құтқару іздестіру қызметі күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Ал метеорологтар алдағы 2 күнде күн суытып, тағы да қар жауады деп ескертуде. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат келіп түскен жоқ. Иркутскте 18 көлік қақтығысқан ірі жол көлік оқиғасы болды. Апаттың негізгі себебі жол бойындағы суық су құбырының жарылғаны болуы мүмкін. Бірнеше адам жарақат алған, бір адам ауыр халде госпитальге жеткізілді. Жолды ашу көлік иелеріне жедел көмек беріп, жылыту жұмыстары жүргізілуде. Гватемаланың басым бөлігін дүр сілкіндірген жер сілкінісі болып өтті. Сілкініс ошағы оңтүстікте Тынық мұхит жағалауында 14 км тереңдікте болған. Жергілікті уақыт бойынша 11 сағат 55 минутта тіркелген бұл жер сілкінісі 5,8 балдық шкаланы көрсеткен. Әзірге зардап шеккендер туралы хабар келіп түскен жоқ. Мәскеу қар құрсауында қалды. Ресей Федерациясының астанасына соңғы 12 сағатта бір айлық норманың 4/1 жауған. Қар деңгейі 38 сантиметрден, кей аймақтарда 49 сантиметрге дейін жеткен. Синоптиктер желтоқсан айында мұндай қар соңғы 20 жылда болмаған дейді. Ал қала басшылығы қар тазалау жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізе алмауда. Қалада адам сенгісіз көлік тығыны. Көліктердің қала бойынша орташа жылдамдығы 30 км/сағатқа жетпейді. Мамандар соғысқа байланысты елге мигранттардың ағыны бәсеңдегенін, қар тазалайтын еңбек мигранттарына деген қажеттіліктің қысып тұрғанын айтады. Елдегі соғысқа және рубль бағасының құлдырауына байланысты елге табыс табуға баратын еңбек мигранттарының саны соңғы кезде бірнеше есе азайған екен. Адана, Түркияның дәл осы қаласы ауыр сынақ астында. Қатты желден ағаштар құлап, шатырларды ұшырды. Ізін ала жаңбыр жауып, арты су тасқынына ұласты. Әр шаршы метрге 20 литр жауған жаңбырдан соң қала көшелері өзендерге айналды. Құтқару мен іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Италия. Неапольде жер сілкінісі болып өтті. Ғимараттардың қабырғалары жарылған, ілулі тұрған кейбір заттар құлаған. Бұл 4 балдық жер сілкінісі кеше жергілікті уақыт бойынша 22 сағат 08 минутта болған. Италиядағы тарихи қалада болған жер сілкінісінен соң материалдық шығын көлемі есептеліп жатыр. Үндістанда торнадо Букавиало ауылдар қауымы аумағында 50-ден аса үйді құлатып, 10-нан аса адамды жарақаттаған. Ал содан соң торнадо Пәкістан аумағына өткен. Мамандар торнадоның пайда болуын 3 сағат бұрын білуге болатынын, алайда бұл торнадоның аяқ астынан пайда болғанын айтады. Ел тұрғындары адам шығыны болмағанына шүкіршілік етуде. Бразилияда 100-ден аса өлі дельфин жағалауға шығып қалған. Құтқарушылар мен волонтерлар аман қалғандарын Амазонканың басқа суы мол әрі салқын сағасына жеткізуге тырысуда. Шыны керек, бұдан нәтиже аса жақсы емес. Дельфиндердің бұлайша қырылуына құрғақшылық пен судың 39 градус Цельсийге дейін жылынуы себеп болған. Айта кетейік, Бразилияда құрғақшылық дельфиндерге ғана емес, адамдарға да аса ауыр тиюде. Мамандар бұл құрғақшылық жаһандық жылыну салдарынан болып жатыр деп түсіндіреді. Аспан жеті арнасының күнделікті әлемдік жаңалықтар топтамасын жіберіп алмаңыз. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліңіз. 7 қат аспан астындағы айтулы оқиғалар Аспан жеті арнасында.